Жас мұғалім хабарлайды, жақсы мұғалім түсіндіреді, ал нағыз мұғалім шабыттандырады. Бұл 4 баланың анасы, жаңашыл ұстаз Мұртаза Қарлығаштың кәсіби жылдағы берік ұстанымы. Өңіріміздегі нөмірі 48-ші Ілияс Жансүгіров атындағы жалпы орта білім беретін мектепте бастауыш пәнінің мұғалімі болып қызмет атқаратын ол, оқу жолының аяқталуына байланысты сыныптан тыс тәрбие сағатын ұйымдастырды. Небәрі 5 жылдың ішінде ұстаздық жол мен келіндік өмірді қатар алып жүрген педагог жайлы әріптесім Фариза Мүслім тарқатады. Мұртаза Қарлығаш кім десеңіз, бүкіл Алғабас жұртты танып мақтан тұтады. Келдік өмір мен ұстаздық жолды қатар алып жүрген ол Құркелес ауылдық округіне қарасты Алғабас ауылындағы номер 48-ші Ілияс Жансүгіров атындағы жалпы орта білім беретін мектепте мұғалім болып қызмет атқарады. Білім бере жүріп, әр шәкірттің аналық мейіріміне бөлейтін, оның айналасынан шәкірттер үзілген емес. Оқу жолының аяқтауына байланысты сыныптан тыс ашық сабақ ұйымдастырды. Әуелетіп ән айтып, түрлі тақпақтар айтып, көпшілікті тәнті етті. Ал мен нөмір 48 Ілияс Жансүгіров атындағы жалпы орта мектебінің директорының оқушы жөніндегі орынбасарымын. Есімі Өлбек Сауытов. Бүгін міне 2022-2023 оқу жылының аяқталуына бірнеше күндер қалды. Мектебімізде оқушылар саны көбейіп келе жатыр. Алғашында бізде оқушылар аз тұғын, осы 2020 жылдан бері жалпы орта мектеп болдық. Бұл салтанатты жиында ұйымдастырған сынып жетекшісі әрі жас маман болса да, өзінің еңбегімен, өзінің ізденімпаздығымен, шығармашылығымен көзге түсіп жүрген, және де бірнеше осы аудандық байқауларда өзінің жүлделі орындарымен қайтқан Қарлығаш апайға алғыс айтқым келеді. Осындай тәрбиелеп отқан оқушылар көп бола берсін. Баланың тәрбиесі отбасынан басталатыны ақиқат, бірақ ол тәрбиенің құндылықтарын арттыратын тағы да мектеп. Ал мектептің жаны мен жүрегі мұғалім екені сөзсіз. Менің ұстазым Мұртаза Қарлығаш апай. Қарлығаш апайға өзінің мың алғысымды білдіргім келеді. Мен сыныптың үздік оқушысымын. Біздің сынып әрқашанда бірінші орында тұрады. Сыныптан тыс ашық сабақтың негізгі мақсаты оқушыларды тапқырлыққа, ізденімпаздыққа жетелеу. Және де ашық сабаққа келген ата-аналар да өз ризашылықтарын жеткізді. Менің осында немерем оқып жатыр. Білім берген ұстаздарға рахмет айтамын. Қарлығаш апайына айтар алғысым шексіз. Міне өзінің жаста болса талант дегендігін осындай бала тәрбиелеп өзінің білімге жаңағы құштарлығын көрсетіп, өте тамаша өткізіп жатыр. Ұстаздық еткен жалықпас деп біздің Абай атамыздың сөзінен бастағым келіп отыр. Балоса деген қыздың анасы болам. Мұртаза Қарлығаш апайына өте үлкен алғысымыз шексіз. Жаңашылдыққа жақын, білімді, өте мықты ұстаз деп айта аламын осы мектептің. Және алғысымыз ата-аналар атынан алғысымыз өте үлкен, шексіз. Айта кетейік, Қарлығаш Мұртазаның қарқынды жұмыстары жетерлік. Атап айтар болсақ, үздік жас маман, үздік бастауыш мұғалім атанған. Осыншама жетістікке жету отбасының, оның ішінде екінші анамның арқасы дейді. Мен Мұртаза Қарлығаш Мамыржанқызы, номер 48 Ілияс Жансүгіров жалпы орта мектебінде 2018 жылдан бері жұмыс жасап келемін. Бастауыш сынып мұғалімін. 27, 15 қыз және 12 ұл, оның ішінде бір үйде оқытылатын оқушым бар. Аудандық марапаттарым үздік бастауыш сынып мұғалімі, облыстан үздік жас маман деген марапатқа ие болғанмын. Жалпы өзіңіз миссияңыз қандай? Менің миссиям адал ұрпақ тәрбиелеп, алға қойған мақсаттарына жете білетін шәкірттерді тәрбиелеу. Ұстаз аты биік әрі мәңгілік. Әр баланың жүрегінен екінші анасы болып орын таба білу екінің бірінің қолынан келмес. Шәкірттерінің бойына білім нәрін сусындатқан Қарлығаш Мұртаза секілді ақылын айтып, қателерін түзеп, оны кешіре білген ардақты ұстаздардың дәрежесі әрқашан жоғары. Осындай Қарлығаш Мұртаза секілді жаңашыл ұстаздардың қатары көп болғай. Фариза Мүслім, Ержеп Тұрғынбайұлы, Сәт телеарнасының жаңалықтар қызметі.